Түн ортасында жүріп бара жатқан пойыз вагонында хабарлама келгендей дыбыс естілді. Кім ол? Түннің ортасында кім хабарлама жіберді? Қандай мазасыздық? Бала кезімнен ұйқым өте жеңіл болатын. Сондықтан ұйықтар алдында әдетте телефонымды мазаламау режиміне қоямын. Бірақ дәл сол сәтте менің телефонымнан да WeChat-тан бірнеше хабарлама дыбыс шыға бастады. Телефонымды ашқанымда мені бір түрлі топтық чатқа қосып қойғанын көрдім. Чатта 138 адам бар екен. Сол сәтте топ үнсіздік режимінде тұрды. Бірақ келесі секундта біреу чатқа жазып үлгерді. Құрметті жолаушылар, өкінішпен хабарлаймыз. К-264 пойызы жақында қозғалысын тоқтатады. Пойыз тоқтаған кезде осы топтағы ақпаратпен мұқият танысып, вагон ережелерін сақтауларыңызды сұраймыз. Бұл сіздердің аман қалуларыңыз үшін қажет. Пойыз қайта қозғалғанда сіздерді қайта көреміз деп үміттенеміз. Вагон ережелері. Бірінші ереже. Бұл пойыз Харчин маңында өте суық жерде орналасқан. Барлықтарыңызға көрпенің астына тығылып, қолдарыңызды, аяқтарыңызды немесе бастарыңызды шығармауға кеңес береміз. Пойыздағы жылу түнгі сағат 3-те беріледі. Сағат 3-ке дейін мүмкіндігінше ұйықтаңыздар және ешқандай дыбыс шығармаңыздар. Екінші ереже. Пойызда тегін тамақ беріледі. Белгіленген уақытта тегін азық-түлік таратылады. Азықты тек көк форма киген проводниктен ғана алыңыздар. Егер қызыл формадағы проводникті көрсеңіздер, оған мән бермеңіздер. Тамақтану үшін тек минералды су, нан және жұмыртқа беріледі. Үшінші ереже. Барлық жолаушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігі үшін пойыз вагондарында темекі шегуге қатаң тыйым салынады. Пойыз қозғалыста болғанда дәретханада темекі шегуге рұқсат етіледі. Төртінші ереже. Пойыз тоқтаған бойда дәретхана есіктері автоматты түрде құлыпталады. Назар аударыңыз. Пойыз қала сыртына шыққанда сыртта тірі адамдар болмайды. Егер пойыздың сыртынан сізге қарап тұрған қараңғы бір көлеңкені байқасаңыз, ол кеткенше деміңізді ішке тартып тұрыңыз. Пойыз тоқтағаннан кейін дәретхананы пайдалануға болмайды. Әйтпесе жаман болады. Пойыздың тоқтауына 22 минут қалды. Шылым шегуді немесе дәретханаға баруды қаласаңыздар, дәл қазір жасаңыздар. Бұл қандай сандырақ ақпарат? Естерінен танған ба? Телефоны вирус жұқтырған ба? Біраздан соң вагонда чаттағы хабарламаларға байланысты ұрыс-керіс басталды. Бірақ келесі секундта бәрібір нәрсені түсінді. Барлығын бірдей чатқа қосқан екен. Тіпті менің қарсы алдымда ұйықтап жатқан қыз да сұрады. Сәлем, сені де осы чатқа қосты ма? Мен үнсіз басымды изедім. Ештеңе демедім. Жолаушылар, назар аударыңыздар. Қазір 2024 жылдың 1 желтоқсанның түн ортасы. Белгісіз вирустың өршуіне байланысты келесі станцияда пойыз шұғыл тоқтатылып, дезинфекция жүргізіледі. Барлығыңызды сабыр сақтауға шақырамыз. Не болып жатыр? Шынымен пойызды тоқтата ма? Сол сәтте мен жаңа ғана чатта көрген хабарламаны есіме түсірдім. Шынымен чатта жазғандардың бәрі рас па? Бойымнан суық леп жүгіріп өтті. Ал вагонда бір түрлі тыныштық орнады. Ауыр болып кетті. Ойланбастан орнымнан тұрып дәретханаға қарай беттедім. Бірнеше қадам жасағанымда көптеген адамдар да төсектерінен тұра бастағанын естідім. Жақсы болды, тез қимылдадым. Әйтпесе кезекте тұруға тура келетін еді. Ішке кіріп болған соң қолымды жуар алдымда кенеттен денем қатты дірілдеп кетті. Біреу көзін қадап тесірейіп қарағандай сезіндім. Бұл сезім терезенің сыртынан шыққандай. Суық тер арқамды басып кетті. Еріксіз жұтынып қойдым. Бәрі жақсы, ғылымға сену керек деп өзімді жұбаттым. Бірақ бұрылып бара жатып, еріксіз терезеге көз тастадым. Сол сәтте шошып кеттім. Терезенің сыртында қашан пайда болғаны белгісіз қараңғы бір бейне тұр екен. Бірақ оның жүзін көру мүмкін емес еді. Оның маған тесте қарағаны анық сезіндім. Мен дереу демімді ішіме тартып, өзімді ұстап тұруға тырыстым. Сезімдер мен эмоцияларымды білдіріп қоймау үшін сырттағы асығыс дауыстар естілді. Іште адам бар. Сен не, шұңғыға түсіп кеттің бе? Тез шық. Уақыт өте алмай тұрғандай созылып кетті. Өкпем жарылардай болды. Бақытымызға қарай келесі секундта әлгі көлеңке кенеттен жоғалып кетті. Ол ешқашан болмағандай. Ақыры демімді шығарып, ауаға таласа жұтынып бастады. Ештеңе ойламай есікті тарс ашып сыртқа жүгіріп шықтым. Абырой болғанда дәретхананың жанында қол жуғыш бар еді. Дереу барып бетіме су шашып, сәл тыныштала бастадым. Бірақ келесі сәтте тыныш тұрған дәретханадан жан түршігеліп шыңғырған дауыс шықты. Артынша есікке бірінен соң бірі қатты соққылар естілді. Тек 10 секунд өткеннен соң ғана күңгірт бір дыбыс шықты. Дәретхананың есігі ішінен ашылып,
одан су сарылдап ағып жатқан дыбыс естілді. Әлгі жаңа ғана іште отырған адам қайда кетті? Дәретхананың есігі ашылғанда бәрінің көзі ішке түсті. Бірақ ешкім батылы жетіп кірмеді. Тек мен ғана ол жерде сәл бұрын болған оқиғаны есіме алдым. Бұл сол терезенің сыртындағы қара көлеңке екеніне сенімдімін. Мүмкін дәретханаға кірген әр адам тап болатын шығар. Тек чаттағы нұсқауларды орындағандар ғана бұл қауіптен құтыла алады. Осыны ойлағанымда арқамнан суық леп жүгіріп өтті. Бірақ сол сәтте тірі қалғаныма іштей қуанып та қойдым. Телефонға қарадым. Сағат түнгі 1:20 болыпты. Маған тезірек төсегіме оралу керек. Ойланбастан А17 орындағы төсегіме жүгіріп барып, дереу көрпенің астына кірдім. Біраз уақыт осылай өтті. Қарсы төсекте жатқан қыз әлі қайтып келмегенін байқадым. Әлде ол да дәретханада әлгі нәрсеге тап болды ма? Дәл осы сәтте телефондағы чатқа тағы да бір анонимді хабарлама келді. Пойыз жақында тоқтайды. Назар аударыңыз. Ұйықтайтын вагон жолаушыларына арналған алдыңғы нұсқаулар тек осы вагондарға қатысты болды және басқа вагондарға таратылмайды. Егер басқа вагондардан бір түрлі дыбыс естісеңіздер, мән бермеңіздер. Бұл галлюцинациялар. Ешқашан тексеруге тырыспаңыздар. Қауіп тек басқа вагондармен шектелмейді. Бұл нені білдіреді? Сонда басқа вагондарға ережелер жүрмей ме? Әлде олар мүлде жаңағы жарияланған ережелерді көрмеген бе? Мен осы жұмбақты ойлап отырғанда телефоныма тағы бір хабарлама келді. Бұл Любеден. Маған жаман түс кірді. Хабарламада жақында пойыздан түсу керектігін айтты. Содан кейін басқа пойызға ауысу керек екен. Түстен маған хабарлас, кездесеміз. Любеден менің жақын досым. Біз мектептен бастап университетке дейін бірге оқығанбыз. Бастапқыда екеуміз Цендауаға саяхаттауға бірге шыққанбыз. Ал қазір үйге қайтып бара жатырмыз. Туристік маусым болғандықтан билет алу қиын болды. Сондықтан бөлек сатып алуға тура келді. Мен ұйықтайтын орынға билет алдым. Ал Любеденге тек қатты орындықтағы билет дейді. Бірақ бір нәрсе дұрыс емес. Любеденнен келген хабарлама мен чатта жаңа ғана алған хабарламаға қайшы. Мұнда бір шикілік бар екені анық. Сонда пойыз ұйықтайтын вагоннан басқа барлық жолаушыларды басқа пойызға отырғызған ба? Бірақ біз неге ондай хабарлама алмадық? Тағы бір маңызды мәселе. Мына қалың далада қайдағы станция қалай басқа пойызға мінуге болады? Любеденнен келген кезекті хабарламаны оқып отырып. Мен түсіп барамын, сен де асық, заттарыңды ұмытпа. Шамасы ол расымен жақында тоқтайды. Ұйықтайтын вагон ішінде атмосфера суық әрі үнсіз күйінде қала берді. Біраз уақыт өтті, содан кейін біреу кенеттен сөйледі. Мен басқа вагондарда адамдардың бәрі шығып кеткенін көрдім. Неге біздің вагонға ешкімге хабарламады? Бұл қарғыс атқан пойыз. Мен мұнда бір секундта қалғым келмейді. Осы сөздерден соң вагонның бір жерінен заттарын жинап жатқан дыбыс шықты. Көп ұзамай әлгі адам заттарымен бірге кетіп қалды. Сәл бұрын сөйлеген кісі расымен сыртқа шықты. Енді біз не істейміз? Біз де шығамыз ба? Иә, мүмкін біз де кетуіміз керек шығар. Егер жүк вагонында қауіпсіз болмаса, тежегіш вагонында қалай қауіпсіз болмақ? Әңгімелер кенеттен біртүрлі қоңырау сыңғыры естілгенде үзіліп қалды. Сол сәтте бәрі бірдей үнсіз қалып, бір ауыз сөз айтпады. Топтағы бұрынғы ережеге сай, дәл қазір біз ұйықтап жатуымыз керек. Бірақ қызығушылық мені жеңіп, көрпенің шетін сәл көтеріп қарадым. Терезеден сыртқа көз тастасам, шынында да біраз адамның пойыздан түсіп кеткенін көрдім. Ол сыртта көптеген қараңғы бейнелер қатар-қатар болып тұр екен. Уақыт байқалмай түнгі сағат 1:40-қа жетті. Бұл хабарламада айтылғандай ұйықтау уақыты еді. Бір нәрсе дұрыс емес екендігін түсіндім. Бірден Любеденге хабарлама жібердім. Тез орал, ешқашан пойыздан шықпа. Бірақ біраз уақыт өтті, жауап болмады. Қатты абыржығаннан соң басымды көрпенің астына жасырып алып, терлеп кетсем де Любеденге қоңырау шалдым. Жарты минуттай өтті, бірақ арғы жақтан ешкім тұтқаны көтермеді. Мен аң-таң болып отырғанда кенет Любеденнен жаңа хабарлама келді. Ол маған бір сурет жіберіпті. Суретте тек қара түнек пен бос дала көрінді. Басқа ештеңе жоқ. Қорыққаннан ойладым. Бұл қандай сұмдық? Пойыз қайда кетті? Сен шығып кеттің бе? Сол кезде ғана қараңғы ең далада ирелеңдеген теміржол рельстерін байқадым. Бірақ оның үстінде ешқандай пойыз жоқ еді. Ал біздің пойыз әлі орнында тұрған сияқты ғой. Егер пойыз жоқ болса, біз қазір қайда тұрмыз?
Любезен, сен қазір амансың ба? Сыртта не болып жатыр? Бұл жолы ұзақ күттім, бірақ жауап ала алмадым. Кенет сырттан біртүрлі әрең естілетін дыбыстар шыға бастады. Біреу көмекке шақырып жатқандай. Сырттан дыбыстар күшейе түсті. Жүйкем қатты тарыла бастады. Демім де байқаларлықтай бәсеңдеді. Ақыры бұл дауыстар ащы айқай мен жылауға айналды. Сол дауыстардың арасында сүйектердің сынғанындай сықырлаған үнін анық естігендей болдым. Ол жерде не болып жатыр? Қатты қызығушылыққа берілгенім соншалық, өзімді ұстай алмай қайтадан терезеден қарағым келді. Бірақ келесі сәтте менің әрекетімді бір түрлі аяқ дыбысы тоқтатты. Ол биік өкшелі аяқ киімнің тықылы сияқты еді. Вагон ішіндегі тыныштықта бұл дыбыс ерекше қатты естілді. Бір нәрсе дұрыс емес. Маған біреу еденді сүйектерімен тарсылдатып жатқандай көрінді. Бұл дыбыс барған сайын жақындай түсті. Жоқ, ол тіпті дәл қасымда тұрғандай болды. Мен осы мақұлық қазір төсегімнің жанында тұрда, көзін маған қадап тұрғанын сездім. Кенет пойыз ережелерінде түнгі 3-ке дейін уақыт туралы айтылғаны есіме түсті. Өзімді ұйықтауға тырыстым да, ешқандай дыбыс шығармауға бекіндім. Осыны ойлап көрпенің шетін қатты қысып ұйықтауға мәжбүрледім. Бірақ қанша тырыссам да, санам барған сайын сергек болып, ойыма небір жындар мен құбыжықтардың бейнесі келе берді. Суық тер бүкіл денемді жайлап басты. Бұл жай ғана өз-өзімді қорқытуыма білмеймін. Бірақ көрпенің астында жатсам да, сырттан мұздай леп еніп тұрғандай, мұзды шұңғырға түсіп кеткендей сезіндім. Дегенмен байқамай жүріп, ақыр ұйықтап кетіппін. Қанша уақыт өткенін білмеймін, бірақ мені кенет ыстық оятты. Ыстықтан рефлекторлы түрде көрпені итеріп тастадым. Вагон әдеттегідей тыныш еді. Телефонға қарадым. Дәл сағат 3 болыпты. Соңғы оқиғаларды есіме алып, еріксіз жеңілдеп тыныстап алдым. Ешқандай күтпеген жағдай болмаса, бәрі дұрыс болуы тиіс еді. Бірақ келесі сәтте көрші вагоннан әйелдің айғайы естілді. Менің балам қайда? Балам жоғалды. Баламды кім алып кетті? Содан кейін ол шырқырап жылап жіберді. Ал вагонның бәрін үрей мен мазасыздық билеп кетті. Не үшін бақырасың? Әлгі мақұлықты осында шақырғың келе ме? Жылдам үндемей қал. Сенің кесірінен бізді құртады. Қазір қауіпсіз уақыт болғанына қарамастан, бәрі әлі де сақ отырды. Айтпақшы, сіздер жаңағы біртүрлі қадамдарды естімедіңіздер ме? Иә, шынында да болды. Олар менің төсегімнің бас жағына шықты. Біраздан соң бәрі жаңа ғана болған жағдайды талқылай бастады. Бірақ ешкім баласынан айырылған әйелге көңіл бөлмеді. Көп ұзамай бәріміздің телефонымыздан бір мезгілде WeChat дыбысы шықты. Бұл жаңа хабарлама еді. Құрметті жолаушылар, назар аударыңыздар. Біздің пойыз жақында келесі станцияға тоқтайды. Осы хабарламаны мұқият оқып, ережелерді қатаң сақтауларыңызды сұраймыз. Келесі станциядан пойызға жаңа жолаушылар мінеді. Естеріңізде болсын, олармен ешқашан байланысқа түспеңіздер. Екінші вагонның проводниктері ұсынатын тамақ тегін, сонымен қатар нан, жұмыртқа, минералды су және ботқа беріледі. Үшінші ереже, егер жаңа мінген жолаушылардың тамақ жеп жатқанын естісеңіздер, мән бермеңіздер, әйтпесе оларды ашуландыруыңыз мүмкін. Төртінші ереже, олар берген тамақты ешқашан жемеңіздер. Тамақты алуға болады, бірақ жеуге болмайды. Иә, олардың арасында сіз жақсы білетін адамдарға дәл ұқсас бет-жүзі бар жандар кездесуі мүмкін. Есіңізде болсын, бұл елес. Алтыншы ереже, төменгі төсекте жатқан жолаушылар төсектің астынан бір түрлі дыбыстар естілсе, мән бермеңіздер. Бұл қалыпты жағдай. Жаңа ережелерді оқып бітіргенімде вагонның сырт жағында арба сүйреткендей дыбыс шықты. Түнгі ас уақыты. Құрметті жолаушылар, не жегілеріңіз келеді, бәрі бар. Қазір мүлде тәбетім болмаса да, жанымнан өтіп бара жатқан проводниктен бір бөтелке су мен тоқаш сұрап алдым. Барлық жағдайға дайын болған артық емес. Кім біледі, келесі жолы қашан тамақ көретінімізді. Біраздан соң пойыздың жылдамдығы баяулай бастады да, ақыры мүлде тоқтады. Мен тіпті басымды көтеріп терезеден қарағанда жоқпын. Өйткені ол жақта қорқынышты бір нәрсе бар ма деп білемін. Бірақ кенет бізден WeChat тобындағы аноним бір хабарламасын өшіріп тастады. Ол не өшірді екен? Бірнеше секундтан кейін қайтадан жазды. Назар аударыңыздар, құрметті жолаушылар, қойлар арасына қасқыр кіріп кеткен. Қасқыр қойлардың арасында жасырынды. Бұл нені білдіреді өзі? Мен оны ойлап үлгермей жатып, көзімді қарықтырған аппақ жарық түсті, тіпті көзімді аша алмадым. Ол орта жастағы әйел еді. Ол шамамен менің төсегіме жарық түсірді. Сәлеметсіз бе? Мен көрші вагоннанмын.
маған бірге дәретханаға баруға көмектесесіз бе? Маған сәл қорқынышты болып тұр. Көзім жарықтан ашып кеткендей ауырып тұрды. Бірақ оның көзіне қарасам, анық уайым мен үрей бар еді. Әрине, оны сәл бұрын болған оқиға шошытқан сияқты. Бірақ мен әйелге келіспедім. Өйткені сырттағы қараңғы дәлізге мүлде сенімім жоқ еді. Кешіріңіз, қазір ыңғайсыз болып тұр. Әйелден құтылған соң пойыздың бір ережесі есіме түсті. Пойыз тоқтаған бойда дәретхананың есігі автоматты түрде құлыпталады. Шамасы қазір пойыз тоқтап тұр. Демек, дәретханада жабық болуы тиіс. Бірақ егер ішке кірмесең, ешқандай мәселе болмайды ғой. Біраз уақыт өткен соң мен сырттағы перронға қарадым. Ол жерде адамдар көп екен. Біреулер жүгіріп жүр, біреулер телефонмен сөйлесіп тұр, тағы біреулер жүктерін тасып жүр. Бұл маған алдыңғы оқиғаларды еске салды. Бәрі қалыпты сияқты еді, бірақ бір дауыс маған мұның түс емес екенін еске салды. Менің балам қайдасың? Анаң осында. Бұл сәл бұрын баласын іздеген әйел еді. Енді ол әйел есінен танып кеткендей. Вагон дәлізінде ары-бері жүгіріп алды. Таңғаларлығы, бұл станцияда да адамдар пойызға көптеп мінді. Бірақ ешкім әлгі есінен адасқан әйелді байқамағандай. Кенет бір нәрсені түсіндім. Вагонда осы уақытқа дейін жарық мүлде жанбаған сияқты, бірақ ешкімге жарық керек емес секілді. Кейде бір-екі адам өтіп бара жатады, олардың көздері біртүрлі болып көрінді. Тіпті мен оларды бұрын бір жерден көргендеймін. Көп замай біреуі менің төсегіме жақындады. Бұл қалың күртеше киген ер адам еді. Бірақ мен бұл орынды бір қыз алып отырғанын есімде сақтап едім. Ол қыз шамасы дәретханадағы сұмдық атмосфераның құрбаны болған. Енді жаңа адамдар пайда болған сайын менде бір түрлі сезім пайда бола бастады. Біраздан соң ер адам да көрпенің астына кірді. Ол бірдеңе жеп жатқан сияқты еді. Оның жеп жатқанын бақылап отырғанымды байқап, ер адам кенет төсекке шығып маған қарай беттеді. Сен үнемі маған қарап отырасың. Сен де жегің келіп тұр ғой, иә? Ол мұны айтып, полиэтилен пакеттен бір нәрсе алып қолыма ұстата салды. Әуелде мен оны тауықтың аяғы шығар деп ойладым, бірақ мұқият қарасам, бұл көз алмасы еді. Қатты қорқыныштан денем мұз болып, қимылдай алмай қалдым. Әрең дегенде әлгі затты қолымнан түсіріп жібере жаздадым. Сол кезде пойыз ережесі есіме түсті. Олар берген тамақты ешқашан жеуге болмайды, тек алуға болады, бірақ жеуге болмайды. Қорқынышымды әрең жеңіп, көз алмасын қысып ұстадым. Осылай істеу арқылы бәледен құтыламын. Бірақ келесі сәтте жүрегім дүрсілдеп төмен түскендей болды. Неге жемейсің? Деп сұрады ол. Мен тілім байланып ұзақ үнсіздіктен кейін әрең, менің онша жегім келіп тұрған жоқ, дедім. Солай ма? Деді ол қайта сұрап. Онда мен саған тағы біреуін беремін. Енді сен міндетті түрде жейсің. Осыны айтып, ол маған тағы бір көз алмасын ұстатты. Мына жігіт мүлде ережелерге бағынбайды екен. Жеймін бе, жоқ па? Егер жесем, ережені бұзамын. Дәл осы сын сағатта вагондағы тыныштықты біреудің дауысы бұзды. Сендер менің баламды көрмедіңдер ме? Менің балам жоғалды. Бұл сәл бұрын баласын іздеп жүрген әйел еді. Кенет болған бұл жағдай мен үшін құтқарушы үміт болды. Мен дереу орнымнан тұрып әйелге қарадым. Балаң қай жерде жоғалды? Мүмкін оны іздеуге көмектесе аламын? Осылай айтып, мен әйелді вагоннан сыртқа итеріп шығардым. Шынымды айтсам, мұндай батылдық маған қайдан келгенін өзім де білмеймін. Бірақ егер ол жерде қалсам, амалсыз тамақ жеуге мәжбүр болатынымнан қатты қорықтым. Сен менің баламды көрдің бе? Әйелдің даусын естігенде ғана есімді жидым. Мен бұл әйелді пойызға мінген сәттен ақ көргенмін. Ең болмағанда енді оның расында адам екеніне сенімді болдым. Қалай болғанда да қазір бірден қайта оралу мүмкін емес еді. Сондықтан әзірше осында қалғаным дұрыс болады. Соңғы рет балаңды қайдан көрдің? Соңғы рет ол менің төсегімде жатқан еді, бірақ аяғында ол жоқ болды. Оянсам ол жоқ. Әлде оны анау біртүрлі жолаушы алып кетті ме? Бірақ әйел баласын шақырғанда пойыз әлі тоқтамаған еді ғой. Ол біртүрлі адамдар әлі вагонға кірмеген болатын, дұрыс па? Онда бала қайда кетті? Әлде дәретханада қалды ма? Біраздан соң пойыз қайта қозғалды. Неге екенін білмеймін, бірақ осы әйелдің жанында болғаным өзімді басқа кез келген жерден қауіпсізірек сезіндірді. Көп ұзамай мен әйелмен бірге баласын іздей бастадым. Шамамен 1 сағат уақытымызды жұмсап, бүкіл вагонды шарлап шықтық. Бірақ баланың ізі де табылмады. Соңында бұл бала қайда кеткен? Әлде расымен дәретханада ма?
Кенет дәретханада бұрын жолыққан сол қорқынышты мақұлық есіме түсті. Егер ережелерді алдын ала білмесем, тірі қалмас едім деп ойладым. Әлде балада дәретханада жоғалып кетті ме? Мен әйелге: сенің балаңның қайда екенін шамамен білемін, бірақ дайын бол. Мүмкін сенің балаң енді тірі емес, дедім. Менің сөздерімнен әйелдің әлсіз жанарында кенет үміттің оты қайта жанды. Кейін мен оған дәретханада болған барлық оқиғаларды және вагондағы ережелерді толық айтып бердім. Осыдан кейін екеуміз бірге пойыздағы әрбір дәретхананы тексере бастадық. Өйткені пойыз қайта қозғалғандықтан дәретханалар ашық еді. Біз ештеңені жіберіп алмау үшін әрбір дәретханаға кезекке тұрып кірдік, ең соңғысына жеткенше. Сол сәтте мен балаға бір жамандық болғанын іштей сездім. Бірақ оның дауыстап айтуға батылым бармады. Егер мен бұлай айтсам, әйел қайтадан есінен айырылып кетуі мүмкін еді. Онда не істеймін? Бірақ соңғы дәретхананы тексергеннен кейін әйел мен күткенде есінен танбады. Керісінше көзі анық әрі сергек көрінді. Сен бірінші адамсың, менің баламды табуға көмектескісі келген. Мен жай ғана қысылып жымитым. Себебі егер әлгі ер адамнан қашу ойым болмаса, бәлкім мүлде шықпас едім. Кейін мен әйелмен бірге өзімнің ұйықтайтын вагоныма қайта оралдым. Сол кезде қарама-қарсы төсектегі бір түрлі ер адам жоқ болып шықты. Біраздан соң қарным ашып, пойыз проводнигінен бұрын сұраған нанды есіме түсірдім. Мен нанды алып жегелі жатқанда, әйел кенет қолын созып, нанды қолымнан қағып жіберді. Қызыл киген проводникке берген тамақты жеуге болмайды. Ұмыттың ба? Мен аң-таң болып, алдымда болып жатқанға үңіліп қалдым. Бір сәт бойымда әлде бір әлсіздік биледі. Жоқ, бірдеңе дұрыс емес. Мен қайдамын? Бұл пойыз емес. Басым қатты ауырып, айналып кетті де, есімнен танып қалдым. Көзімді қайта ашқанда өзімді аурухана төсегінде жатқызылғанымды көрдім. Дәл сол сәтте теледидардан жаңалық беріліп жатты. Жақында полиция К-264 пойызындағы улау ісіне қатысты 48 жастағы Лиді ұстады. Теледидардағы жаңалықта көрсетілген суретті көргенде кенет дауыстап жібердім. Бұл мүмкін емес, бұл сол әйел ғой. Кейін полициядан естігенімде әлгі әйел өзін проводник етіп көрсетіп, жолаушыларға уланған тамақ таратқан екен. Оның мақсаты пойыздағы барлық адамды өлтіру болған. Ал ол мұны өз баласы да осы К-264 пойызында жоғалып кеткеннен кейін жасаған. Әйел өз баласының жоғалғаны туралы сұрағанда, олар тек бейжайлылық пен салқын сөз естіген. Ақырында баласын дәретханадан тапқанда, ол әлде қашан қайтыс болып кеткен. Бала дәл сол жерде демікпеден тұншығып қалған екен.